Мына тәуба деген сөздің өзі құрметті жамағат. Біз мысалы, я Раббым, мен саған тәуба еттім деп айтамыз. Сондай-ақ Алла Тағала тарапынан да айтылады, Алла Тағала құлына тәуба етіпті деп. Түсіндіңіз ба? Не деген кезде тәубасын қабыл етті деп біз айтамыз ғой көбіне. Жалғыз ол тәубаны қабыл ету деген мағынада емес. Ол сізді бойұсынуға қайтадан мүмкіндік беру деп аталады. Сонда бойұсынуға қайтадан мүмкіндік бермеуі де мүмкін да, мысалы деген нәрсе тұр. Қорқынышты да сондай. Бірақ оның рахымы жеңген. Егер құл сынса, Раббым деп жыласа, мойындаса, кешегі ібліс сияқты мен одан хайырлымын деп, керісінше өзін дәлелдеп жатпаса. Сөйтіп, ібліс құлады о жерде, толық күпірлікке қарай, адам күнәға қарай құлап қалды. Бірақ ұят жеп жатыр, тәуба ішінде қайнап жатыр. Міне осындай шындық қайнап жатқан кезде ішінде, мына Аллаға қарай жалбарынатын сөзіңді де Алланың өзі салады екен ғой аузыңызға. Бұндай рахымдықты көрдіңіз ба? Сіздің жүрегіңіздегі шындық қана жетеді екен да. Егер ол шындық болмаса, онда дұғаның бір бетін оқысаң да болмайды ол. Омар радиаллаху анху айтады, мен Раббыма дұға жасаған кезде, дұға тілеген кезімде дейді, мен ол қабыл болмай қалама, естілмей қалама деген нәрсені уайымдамаймын дейді мен. Өйткені мен дұғаны жасағанда Раббым өзі салады дейді оны. Қараңыз. Оны салуымен қоса жауабын қоса әкеледі дейді. Мен тек бірақ нәрседен қорқам дейді. Менің уайымдайтын нәрсем бір. Мен сол сұрап отқанда жүрегіммен шын сұрап отырмын ба соны, жоқ па? Егер ол шын болмаса, жауап кетіп қалады. Мысалы, біздің біреуміз отырып, болды, ертеңнен бастап өсек айтпаймын десек, ол шын ба, шын емес па? Раббым, мен енді өсек айтпаймын енді деп айтып отырық біз. Сондай өсектен сақташы мен, Раббым, енді ғайбат айтпаймын мен, сақташы мен деп сондай бір дұға жасадық, жарты сағат отырып. Сосын бір сағаттан кейін жерде ғайбат айтып жүрсек. Шындықпен шыққан дұға емес ол. Ол уайымнан шыққан дұға емес та. Міне қашан шындық болады, дұғаңа дейін өз салып береді аузыңызға. Міне оны Бақара сүресінде Алла Тағала айтады. Фаталаққа адаму мир раббихи калиматин. Сол кезде адам Раббысынан қабылдады ғой сол сөздерді дейді. Жаңағы Аллаға қарай тәубаға шығу сөздерінде. Иннаху хуа тауабур рахим. Алла Тағала деген ол сөзсіз сондай рахымды, сөзсіз құлына егер өкінсе, қайтадан бойұсынуға қайтарады ғой дейді. Тәубасын қабыл етеді деп. Сондағы Алла Тағаланың Адам алейхиссалам мен Хауа анамыздың көкейіне салған сөздері, Қола, екеуі айтты дейді. Раббана золамна анфусана. Раббымыз, біз өзімізге әділетсіздік жасадық. Сен берген едің бақты. Біз өзіміз тайдырдық оны бастан. Ешқашан басыңызға келген бір бақ, қараңыздар, ол өзіміздің күнәміздің себебімен кетіп қалады екен бастан. Алла Тағала Құранда бізге Шура сүресінде айтады, Аузу биллахи минаш шайтанир раджим, ва ма асабакум мин мусибатин. Қашан басыңа бір қиыншылық келіп қалса, яғни бір бақ кетіп қалса деген сөз ғой. Түсіндіңіз ба? Сол қиыншылық келіп қалса, фабима касабат айдикум дейді. Қараңыздар, айқындап беріп отыр, өз қолдарыңмен істеген істеріңнің кесірінен келді дейді. Неге оны алып қойды Алла Тағала? Өйткені мен сенің ары қарай бұзылуыңды қаламаймын дейді. Жөндеу керек дейді сені. Мен сені бойұсынуға қайтару үшін алып қойдым дейді оны. Түніңде тахаджуд пайда болсын деп, күніңде ораза пайда болсын деп, көп сөйлемейтін болып кішкене жылап, дұғаларың, зікірің көбейсін деп алып қойдым дейді аны. Жөндеп алайын деп. Сосын қаласа береді. Өйткені Алла Тағала берген нәрсесін арттырам деп уәде берген, егер шүкір етсең дейді. Сондықтан қайсысы біреуімізге сондай бір бақ беріп, сосын оны алып қойса, ол сізге деген адал махаббат үшін алып қойғанда оны. Өйткені ол жөндемесе сізді кім жөндейді енді? Міне, сондықтан әрбір көңіліңізге ұнамай қалған нәрсені ойламаңыз, бір жамандық келіп қалды деп. Ля тахсабуху шарран лакум дейді адал. Ешқашан жамандық деп ойлама дейді оны басыңа келген. Бәл хуа хойрун лакум. Керісінше бұл хайырлы дейді сендерге. Кішкене сабыр етіп тәубаға келсең түсінесің дейді қандай хайырдың келгенін басыңа.
Өйткені 180 градусқа өзгертіп жіберуі мүмкін, бақшаның жеміс бермей қалса сізді. Егер сіз сол жерде ризамын Раббым, түсіндім мен бәрін десеңіз, сіз мүлде басқа адам болып кетуіңіз мүмкінсіз келесі аптада. Ол сол үшін алып қояды оны. Міне сол жәннат деген бақ, көрдіңіз ғой. Екеуі де айтты, Раббымыз біз өзімізге әділетсіздік істедік. Өйткені ата-ана жаныңды қорға деді. Мына жақта нәпсі деген нәрсе бар. Маған жақындатпа шайтанның уәсуасын, тыңдама, ерме. Біз өзіміз кесір істедік Раббымыз. Содан кейінгі сөздерді қараңыздаршы. Ва иллам тағфир лана. Егер де сен бізді кешірмесең, осы күнәмізді кешірмесең. Бірақ нәрсе жасалды. Бірақ қорқыныш қандай болып отыр да? Біз мың нәрсе жасап қорықпаймыз бүйтіп. Көрдіңіз ғой? Сосын біз бұл дұғаны жаттап алып Құраннан айтып жүрген кезімізде де біздің қатты бір жүрегімізден де шығып жатпауы мүмкін ол. Сондықтан біздің тәубамыз шыңдалмайды. Егер енді сен бізді кешірмесең деп отыр. Ва тархамна, рахымыңа бөлемесең, ланакунанна минал хасирин. Бітті біз. Мүлде зиянға ұшырағандардан болдық деген сөз ғой Алла. Раббымыз бітті. Бізде енді түк жоқ, құрыдық деген мағынаны айтып жатыр да. Алла Тағала қабыл етті тәубаларын. Енді бұл бір нәрсе мүмкіндік жәннатта бойсыну тұрақтылығы жүзеге аспай қалды. Алла Тағала Тоха сүресінде де айтады, білімнің маңыздылығы құрметті жамағат. Мысалы, сіз бір білімді білесіз, бірақ оны ұғыну керек екенбіз. Мысалы, мына дұғаны біз қазір оқып отырмыз. Роббана заламна анфусана ва иллам тағфир лана ва тархамна ланакунанна минал хасирин жаттап алдық. Біз білім бар бізде. Жаттап алдық. Қалай? Сосын біз оны айтамыз. Сосын айтамыз да, жаққа ғайбат айтамыз. Мына жақта не айтамыз? Бұл дұға бізбен бірге жұмыс істеп отқан жоқ. Біз бір Құраннан дұға жаттап алу керек. Кішкене арабша білетінімізді көрсетеміз дегендей. Әдемі өте. Ана жақта адамдарды ойлап қалуы мүмкін, не айтып отыр мынау деп. Бірақ асылы біздің жүрегіміз онымен өмір сүріп жатқан жоқ қой. Сондықтан Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Фата'ала Аллахул маликул хақ." Сөзсіз Аллах Тағала жоғары патша, хақ патша ол. "Ва ла та'джал бил Құр'ани." Құранмен асықпа дейді. Қараңыздаршы, ана білім алуда да асықпа деп отыр ғой. Құр жаттап оқып алғаныңа бір информация жинап алғаныңмен мақтанба деп отыр Алла Тағала бізге. Мин қобли ай юхда илейка вахиху. Ана Жибрил саған уахиді толық аяқтап бітпейінше асықпа дейді. Мұтып қалам, білімді жаттап алам деген нәрселермен көп ауыра берме деп отыр бізде. Көрдіңіз ғой? Ва қур робби зидни ғилма. Әрдайым сен бір нәрсені оқыған кезде сосын дұға жаса дейді. Раббым, мен мына кітапты оқыдым қазір. Бірақ енді бұл пайдаға асуын, я Раббым, өзіңнен тілеймін. Наны оқып, сосын өз бетімше кешегі баяғы жартас, сол жартас болып жүргім келмейді Раббым мен. Сонда білімімді арттыр деп дұға жаса дейді. Білімімді арттыр деген сөз, ұғайын мен не алып атқанымды. Қашан сіз алған нәрсеңізді ұғынасыз, білімнің артуы деген сол. Көрдіңіз ба? Ұғынуыңызбен тақуалық жұмыс істейді. Өйткені Ибн Масуд радиаллаху анху айтады: "Лайсал илму би касрати ривая." Сенің көп ақпарат жинап алып, көп риуаяттарды біліп жүруің ол білім емес дейді. Қалай сонда? Иннамал илму бит тақуа. Білім деген тақуалық дейді. Тақуалық қайдан келеді? Оқыған нәрсеңді ұғыну. Не қалап тұр бұдан Алла Тағала сізге? Мысалы, сіз оқып жатсыз мына аятты. Сосын бір аятты оқисыз да, енді ұғынбай тұрған көрінісімізді қараңыз. Енді аналар туралы айтылған ғой. Маған жаттап алу керек екен айтып жүретін сөзді деп. Осылай біз аккуратно адастырады ғой шайтан. Түсіндіңіз ба? Жаңа кітап оқытқан кезде ол сіздің қасыңызда жүрген жоқ дейсіз ба? Ол әдемі жүр ол жерде. Ол білдірмейді мүлде. Мына келесі бетінде айтады қалай. Мүлде көзіңе көрінбейді дейді ол. Өзіңмен өзің ақылдасып отқан қылып жібереді дейді ол бүйтіп. Ақылмен бір тәжірибемен шешіп отқан сияқты қыла салады дейді да. Шынында да ол өзінікін өткізіп жіберген. Міне осылай өткізіп жіберді ол да. Сөйтіп Адам алейхиссаламдар жаңағы Хауа анамыз жаңағындай жағдайға тап